Бүгінгі күні 23 тамыз айының 23 жұлдызынан қыркүйек айының 1 жұлдызына дейін дайындық кезеңі басталды. Бұл дайындық кезеңде полиция қызметкерлері мен оқу орындарында жол қозғалысы және де кәмелетке толмағандармен болатын жол көлік оқиғаларын болдырмау мақсатында көптеген өзекті мәселелер шешілетін болады. Екінші кезең ол қыркүйек айының 1 жұлдызы мен 9 жұлдызы аралығында өтеді. Ол күндері бізде кәмелетке толмағандардың арасында мектептің айналасында, балабақшалардың айналасында көптеген кездесулер өткізіледі, көптеген профилактикалық әңгіме жұмыстары жүргізіледі және де ата-аналарымен өздерінің кәмелетке толмаған балаларын жол көлігінде қалай алып жүруіне, балалардың мектепке баратын жолдарында қалай жүруіне көптеген кеңестер берілетін болады.